Сәлем достар, бүгін 21 маусым ұбт-ның бірінші күнінде келген математикалық сауаттылықтың есептерін талдаймыз. Ескерту, бұл видеоны жақсылап отырып жайғасып көріңіз, себебі жаңа есептер бар, барлығын шығарып көрсетем. Сөйлеп атқан мен, тыңдап отқан сен демекші. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бұл сабақ математикалық сауаттылық пәні бойынша сабақ. Жап-жаңа енді бүгінгі келген нұсқаны талдаймыз. Дәл қазір Астана уақытымен 15:14-ті көрсетіп тұр сағатымыз. Ендеше сабақты бастайық. Бір өтінішім ғана бар. Бұл сабақ абсолютно тегін. Сондықтан да бір өтінішімді орындаңыздар. Мынау Instagram парақшаға тіркеліп, және достарыңызға таратыңыздар. Осы видеоны WhatsApp-тан жіберіп, поделиться деген кнопка бар, және астында қып-қызыл подписаться деген кнопка бар. Соны басып қойыңыздар, өйткені келесі күндерде де ұбт-та келген есептерді талдап видео шығарып отырамын. Ендеше бастайық. Енді балалар, мен мына жерде бір нұсқаны алдым. Бұл нұсқаны мен маған жаңағы интернеттегі әлеуметтік желіде жүрген есептерден бір нұсқаны алдым. Енді қараңдар. Мына жерде неғып бұл сапалы деп айтуларың мүмкін. Мынау бұрынғы есептер шығар деп. Мен бұны өңдеп өткіздім. Өңдеуден өткіздім. Мынау плотно түскен ғой, әдемі түсіргені қойдым мынаны. Сол үшін өңдеген кезде әдемі болып шықты енді міне. Мына жерде енді айта кететін нәрсе бар. Ол екі есеп, кішкене жаңалау деген есеп, екеуі ғана. Қалғандары, егер де сен осы каналды бұрыннан бері көретін болсаң, мен курсыма қатысқан болсаң, даму онлайнды бақылап жүрсең, онда бұл есептер саған оп-оңай болу керек. Енді қараңдар, ол 10-шы есеп пен 18-ші есеп, мына жерде 10-шы есеп, кішкене сәл түсініксіз болуы мүмкін, қазір әдемілеп тұрып түсіндіріп берем. Одан 18-ші есеп. Міне, цифрларды қолданып, цифрлар қайталанбайтындай неше үш таңбалы сандарды құрастыруға болатынын табыңыз дейді. Типа осы есебен, мынауда оп-оңай, 20 есепті қазір талдап көрсетейін, жылдам, одан кейін осы видеоға көбірек лайк жиналса, 1000 лайктан көп жиналса, мен сразу келесі видеоны шығарамын. Сондықтан да лайкты басып қойыңдар, сразу фук еткізбе, қиын емес қой. Енді бірінші есеп. Диаграммада қораптағы шарлар саны көрсетілген, қораптағы шарлардың неше пайызы қара түсті екенін табыңыз дейді. Қараңдар, барлығы 4, 6, 8, 7 деген ақ, қара, сары, қызыл түсті 4 түстен шарлар бар. Барлығы бізде 10, 25 шар. Общий 25. Түсінікті ма? Барлығы 25. Қара шарлардың саны бізде көріп тұрғандарындай 6. Енді пропорция. Егер де бізде 25 шарымыз 100% болатын болса, 6 шарымыз қанша пайыз? Мынау ең бірінші формула, математикадағы ең оңай формула, ең қарапайым формула. Бірінші есеп осыған келген екен пропорцияға. Сонда x-іміз тең болады 100 көбейтілген 6 бөлінген 25. Мыналар 4 болып қысқарасылады. 4 жердегі 6, 24. Жауап бізде сын нұсқасы. Мен жылдам шығара берем, енді өздерің былай бит көрсеңдер болады. Есеп оңай болып баратса, ары қарай жылжытып көре беріңдер. Ешкім сендерге қояй жылжытпа деп айтпайды. Екінші есеп, кестеде математика пәнінен бақылау жұмысында оқушылардың алған бағалары берілген. Кесте бойынша алған бағалардың модасын тап. Мода деген ең көп кездескен сан. Атайтып тұрған мода деп. Мысалға, Gucci кию мода болып кетсе, мысалға, ол көп адамда кездеседі, дұрыс қой, мода деген сөз. Демек, мына жерде көп кездесу керек. Енді 2 деген баға 1 рет кездескен, 3 деген баға 7, 4 деген баға 13 рет, 5 деген баға 4 рет кездескен. Демек, біздің модамыз 4 екен. 4 деген баға көп рет кездескен дейміз, ды нұсқасы. Мода деген тақырыпқа мына жерде 3 есеп па келген, прикинь? Қарапайым тақырып. Рауан ақшасының 3-тен 1-ін інісіне берсе, екеуінің ақшасы тең болады. Бастапқыда Рауанда інісінен қанша есе артық ақша болды дейді. 3-тен 1 дейді, екеуі ақшасы тең болды. Бұлай ойланайықшы. Рауанда 10 теңгелік монетадан 3-еу болды деп ойланайықшы. 30 теңгесі болды оның. Түсіңдер ма? 30 теңгесі болды деп ойланайықшы. 3-тен 1-ін, яғни осының 3-еуінің 1-еуін, яғни 10 монетаны кімге берді? Інісіне берді. Інісіне 10 монета қосып берді. Сол кезде дейді, ақшасы тең болды екеуінің дейді. Тең болды. Мына 30 теңгесінің 10 теңгесін інісіне беріп жіберсе, бұда 20 теңге болады. Түсінікті, Енді ол інісіне екеуі тең болып деп тұрғы, тең болу үшін мынау інісінде де 20 теңге ақша болу керек. Енді қараңдар, інісіне 10 теңге берді, ол 20 теңге болып кету үшін бастапқыда інісінде 10 теңге болу керек. Келісесіңдер ма? Мысалмен алып шығарып жатырмын. Енді айтады, бастапқыда Рауанда інісінен қанша есе артық ақша болды дейді. Бұда 30 теңге болды, інісінде 10 теңге болды. 30 10-нан қанша есе үлкен? 3 есе үлкен. Жауап 3 болады, е нұсқасы.
қарап алсаңдар болады. Мен секундомер қойып қойыншы, чотам деп. Қанша уақыт видео түсіріп жатқанымды көрейін. Йо, мен секундомерім қараңдаршы, 154 сағат болып кеткен ғой. Так. Келесі есепке өтейік. Төртінші есеп, сандар қатарының модасын табыңыз дейді. Мода деген ең көп кездескен сан, ол 4 деген сан, жерде 4 рет кездесіп тұр. 6 3 рет, 7 2 рет, 5 1 рет, 3 1 рет кездескен. Модасы 4. Екінші есеп уже моданың. Не деген оңай есептер дейші. Графикте жеміс дүкенінде бір апта ішінде сатылған көкөністердің түрлері көрсетілген. Сатылған көкөністердің салмағының модасын табыңыз. Мода деген ең көп кездескені, ол салмақтар 15 килограммнан. Ананас пен құрма сатылған, ол бізде мода. Жауап 15 нұсқасы. Диаграммада асланның нысананы көздеп ату жарысынан жинаған ұпайлар саны кескінделген. Ұпайлар санының медианасын табыңыз. Медиана дегеніміз ол бірінші кезекте өсу ретімен жазамыз сандарды, екінші кезекте қақ ортасында тұрған санды табамыз. Ортасында тұрған сан. Енді мұны жерде мен өсу ретімен жазатын болсам, мына жерде 7 сан, көріп тұрғандарындай 1 2 3 4 5 6 7. Ең кішкентайы 15, одан кейін тағы да 15, одан кейін 16, одан кейін 18, 20, 22 рет кездескен, 25. Ең қақ ортасында тұрған сан 18 міне. Мына жақта 3 сан тұр, мына жақта 3 сан тұр, Сонда медианасы 18, жауап Б нұсқасы. Көбісі мынаны өсу ретімен жазуды ұмытып кетеді, тең ортасында тұрған сан мынау дей салады. Енді біздің жағдайымызда 18 дұрыс болып тұр, бірақ кейбір жағдайда оны келмей қалады. Түсінесіңдер ме? Бірінші өсу ретімен жазып аламыз. Осы нәрсені есте сақтаңдар. Одан кейін тағы бір нәрсе айтайын. Мына жерде егер де 7 сан болып тұр, 8 сан болатын болса, мына жақта тағы 30 деген сан болатын болса, біз мына тең қақ ортасында тұрған 2 санды қосып 2-ге бөлеміз. Түсінікті ме? Сонда 19 шығатын еді. Егер де деген нәрсе ғой бұл. Жарайды. Бір ыдыстың 60%-ын теңіз суымен, қалғанының 50%-ын құдықтың суымен толтырды. Ыдыстың неше пайызы бос қалды? Мынаны көбісі ми ашып қалады. Мен мияларың ашылмайтындай жолмен түсіндірейін. Мынау 100% ыдыс. Осының 60%-ын біз толтырдық. Теңіз суымен толтырыппыз. Ой-бой. Енді айтады, қалғанының, бос тұрған жер қалғаны, Соның 50% деген сөз жартысын. Жартысын. Қалғаны қанша пайыз? Енді 60%-ын толтыратын болса, қалғаны 40%, Сол 40%-ың жартысын тағы толтырды, яғни 20%-ын толтырды. Сонда 20%-ы қалды. Неше пайыз бос қалды? 20%-ы бос қалды. Б нұсқасында тұр. Егер дейді, мына есеп енді 2017 жыл келді, 2018 жыл келді, 2019 жыл былтырда келді, биыл тағы келіп тұр. Ендігі жыл тағы келетін сияқты мына есеп. Примерно осындай есеп келген. Мына жерден сандар сәл басқа болған, бірақ осы есеп. Қарыңдар. Бір нәрсе түсініп алайықшы. Мына жерде А-4, П-10, С-1, Д плюс 5 дейді. Бір санға келтіріп алайықшы, 10 деген санға келтіріп алайықшы, барлығы 10-ға тең. Значит, А-мыз онда бізде 14-ке тең. Келсесіңдер ма? Б-мыз онда бізде 10 болу үшін 20-ға тең болады. С-мыз бізде 10 болу үшін 11-ге тең болады. Д-мыз бізде 10 болып кету үшін ол 5-ке тең болады. Ең кішкентай қайсысы десе Д дейміз. Андай логично ойланамайым десеңдер, сан қойып көріңдер. Енді логично ойланатын болсаң, мынаған 5-ті қосып тұр. Демек, Д деген ең кішкентай сан ғой. Сандарының ішіндегі ең кіші санды табыңыз деп жатыр да бізде есептеші. Мен оны оқымай бірден шығарып жатырмын. Ренжімеңдер, өздерің оқып алыңдаршы. Д-ға біз сан қосып жатырмыз. Аналардың азайтып жатырмыз, түсінесіңдер ма? Біз кішкентай санға қосқан кезде, анау үлкен санды азайтқан кезде тең болып жатыр. Значит, мынау кішкентай сан Д болады сонда. Жауап А нұсқасы. Отбасы өздері тұратын пәтерін күрделі жөндеуден өткізу үшін келесі 3 фирманың қызметін пайдалануға болады. Кестеде фирма жұмыстарының түсқағаз обой ғой. Жапсыру бойынша құны бағасы теңгемен көрсетілген. Егер пәтердің түсқағаз жапсыратын бөліктерінің ауданы 65 метр квадрат, примерно двухкомнатный квартира, онда тиімді бағаны анықтаңыз дейді. Қараңдар, жеңілдіктер дейді. 10% жеңілдік. 10% дегеніміз не деген сөз? Осы 600-дің 10% жеңілдігі деген сөз, 600-ден оның 10%-ын шегереміз. 600-ден 10%-ын шегеріп тастаған кезде, ода бізде 540 қалады. 600-дің 10%-ы 60, 600-ден 60 азайтсаң 540 теңге болады. Демек, бізде бір нәрсе айтып отырайын, айтпақшы. Мынау не деген сөз? Кестені түсіндірейін, 20 метр квадратқа дейін сен обой жабыстырсаң, онда мынандай болады сен бағаң. Ал 21 метр мен 40 метр квадраттың арасында болса, онда мынандай болады бағаң. 41 метр квадраттан көпке жабыстырсаң обой, онда сен бағаң мынандай болады. Көп сатып алсаң. Біздікі 65, онда біз осы бағамен аламыз, мына бағамен. Бізге арзандау қылып береді. Енді қараңдар, 10% жеңілдікпен мынау сонда 1 метр квадрат сонда 540 теңгеге аламыз. Мына екінші фирмадан
20% жеңілдік. 650-дің 20% бізде 130, 650-ден 130 азайтып тастайтын болсаң, 520 теңгеден алып кетеміз. Мынаны 30% жеңілдік дейді. 800-дің 30% 240, 800-ден 240 азайтып тастайтын болсаң, 560 теңге. 1 метр квадраттың бағасы балалар. Түсінікті ма? 1 метр квадрат обойың 540 теңге. Метр квадрат деген сөз түсінесіңдер ғой. Мынандай 4 бұрыш нәрсе квадрат сияқты. 1 метр, мына 1 метр бүйтіп қалған. Енді қараңдар. Бізге 65 метр квадрат керек. Демек біз бірінші фирманың қанша ақша шығаратын, қанша ақша кететінін табу үшін 65-ті көбейтеміз 540-қа. Екіншісінде де 65-ті көбейтеміз 520-ға. Үшіншісінде 65-ті көбейтеміз 560-қа. Осы жерден енді көздерің бар көріп тұрсыңдар, 65-ті 520-ға көбейткен ең азы болады. Ол бізде калькулятор қолдануға рұқсат берді ғой, онда сразу шығара саласың ғой. Матсауға 33.800 теңге болады екен. 33.800 теңге деген сөз осы нұсқасында тұр. 10 есепке де келдік. Әнімін дегенше x теңгеге 5 кг құлпынай немесе 3 кг шие сатып алуға болады. Құлпынай мен шиенің қайсысы қанша теңге қымбат екенін көрсететін өрнек табыңыз. Қараңдар. Бізде 5 кг құлпынай деген 5 қыдый салайын, осы x теңге. Демек бізде 1 кг құлпынайдың бағасы x бөлінген 5. Түсінікті? Одан кейін 3 кг шие бізде x теңге болса, шиенің бағасы x бөлінген 3 теңге. Түсіндіңдер ғой, Өрнекпен шығарып атыр чисто. X бөлінген 5 деген ол қанша теңге, доллар ма, теңге ма деген ондай әңгіме айтпай қойыңдар. Теңге ғой, доллар ма, теңге ма деппін ғой. Қараңдар. Бір нәрсе айтайыншы. Не деп сұрап тұр? Құлпынай мен шиенің қайсысы қанша теңгеге қымбат екенін көрсететін өрнек. Қанша теңгеге қымбат? Мысалы, құлпынай 520 теңге, шие 120 теңге десе, сен құлпынайдың аяқта үлкен екенін көрініп тұр ғой, қымбат екен. Шиеден қанша теңгеге қымбат екен білу үшін не істейсің? Бөлесің ба? Жоқ, мына жерде көбісі қуып кетеді, бөлмейсің. Азайтасың. 520-дан 120-ны. Сонда 400 болады. 400 теңгеге қымбат. Түсініп отырсыңдар ма? Не істейміз? Бұл жерде де азайтамыз. Үлкені қайсысы? Ол 3-тен 1x. Көбісі қуып кетеді, x бөлінген 5 деп. X-ті нан деп аш. Нанды 5-ке бөлсең көп бола ма? 3-ке бөлсең көп бола ма? 3-ке бөлсең көп болады ғой. Лепешканы бүйтіп бөлсең. Пицца деп айтайық. Сол x бөлінген 3-тен азайтамыз, x бөлінген 5-ті. 15, наяқта 3, наяқта 5. 5x-тан 3x азайтса 2x, 2x бөлінген 15 деген жауап т нұсқасында тұр. Енді тағы бір қарап алыңдар, түсінбей қалуларың әбден мүмкін. 11-ші есеп төмендегі диаграммада сиыр фермасының бір аптадағы сүт өнімдерінің өлшемі центнер есебімен көрсетілген. Аптаның алғашқы 2 күнінде ферма қанша сүт өнімін бергенін табыңыз. Алғашқы 2 күні ол дүйсенбі мен сейсенбі. Дүйсенбі күні 20, сейсенбі күні 30 литр сүт берген, центнер екен ғой енді. Сонда 50 болады өші. Анұсқасы. Ертай банкке барып депозитке 360 мың теңге ақша салды. Төмендегі диаграммада оның ақша салғаннан кейінгі алғашқы 3 айдағы ақшасының қаншалықты өскені көрсетілген. Оның ақшасы 6 айдан кейін қанша болатынын табыңыз дейді. Қараңдар, 360 мың салған еді, бірінші айдан кейін 363 мың болды. Екінші айдан кейін 366 мың болды. Үшінші айдан кейін 369 мың болды. Не болып жатыр? Ай сайын 3 мың теңгеге қосылып жатыр. Нада не емес екен андай? 3 мың теңге қосылады, болды, заңдылық сондай. Төртінші айда бұныңкі болады 369 мыңға тағы 3 мың теңге қосылады, сонда 372 к дей салайыншы, кила деген сөз ғой, к деген. Оның 3 дәрежесі, 3 нөлдің орнында к деп жазылады. 5-ші айда тағы 3 мың қосылады, 375 к болады. 6-ші айда 375-ке тағы 3 мың қосылады, 378 мың болады. 378 мың теңге Б нұсқасында тұр, жауап Б нұсқасы. Дүйсенбектің салмағы 84 килограмм, адам ағзасының 55% су екені белгілі. Дүйсенбектің денесінде қанша килограмм су бар екенін көрсетіңіз. Мынадан оңай есеп жоқ. 84-ті 100% дейміз. Енді 55% болатын болса, бұның салмағы x килограмм. Сонда бізде x-ті табу үшін мынаны 100-ге көбейтеміз, 84-ті 55-ге көбейтеміз. Сонда x тең болады 84 көбейтілген 55 бөлінген 100. Ең қуаныштысы бізде калькулятор бар. Калькуляторды аламыз да жылдам есептеп жауабын белгілейміз.
46,2 килограммы денесінің су екен, білген. Қызық, Мұғалім Анелдің шығарған 100 есебінің әрбір дұрыс орындаған үшін 5 ұпай қосты, ал қате орындаған үшін 3 ұпай азайтты. Сонда Анелдің жалпы ұпайы 220 болды. Анел қанша есепті дұрыс шығарғанын табыңыз дейді. Мына жерде екі жолы бар. Бірінші жолы шығару, екінші жолы орнына қойып тексеру. Шығару, орнына қойып тексеру. Мен қазір орнына қойып тексеріп көрсетейін. Мысалы, мына жерде 65 деген дұрыс жауабы болады. 65-ті қалай қоямыз? Бізде не сұрап тұр? Анел қанша есепті дұрыс шығарған? Демек, бізде мынау жауабы дұрыс шығарған деп айтып тұр. 65-ті дұрыс шығарған болса, бұл қалған 35-ін 100 есеп қой барлығы қате шығарады. 65-тің әрқайсысына 5 ұпайдан береді, және қалған дұрыс емес шығарған 35 ұпайының әрқайсысына 3 ұпайдан шегереді. Сонда минус дейміз мына жерге. Сонда мына жерден 220 шығу керек. 220 шынында да шығады мына жерде. Жауабы 220 шығады. Шынында да демек жауабы А нұсқасы 65 екен, ақиқат. 35, 30, 53, 47-ні тексеріп көрсеңдер болады. Мысалы, қалай тексереміз? 53 дейсің да, 53 көбейтілген 5 минус 47 көбейтілген 3 дейсің. Сонда 220 шыға ма, шықпайды. 47 көбейтілген 5 минус 53 көбейтілген 3 тең 220 деп көресің, ол да шықпайды. 30 көбейтілген 5 минус қалған енді дұрыс емес, 30 дұрыс болса қалған 70 дұрыс емес қой. 70 көбейтілген 3-ті азайтасың, сонда 220 шығу керек. Шықпайды. Жауабы А нұсқасы. Енді шығару жолы, нақты шығару жолы кәдімгі алгебрадағыдай шығарамыз енді бұл жерде. Бұл жерде бұның дұрыс жауап берген есептерін мен М дей салайын. Енді бүйтем. Бұл дұрыс жауап беретін болса, әрқайсысына 5 ұпайдан алады. 5 деп алдына жаза саламын. Бұдан азайтамыз енді дұрыс жауап бермеген сұрақтар. Бұның дұрыс жауап бермегендері енді М-не дұрыс жауап берсе, 100 минус М ғой, енді дұрыс еместер, түсінесіңдер ма? Барлығы 100. М-і дұрыс болса, М жауап. Қалған 100 минус М-і дұрыс емес. Сонда 100 минус М деймін, бұны көбейтем 3-ке. Сол кезде 220 шығады екен. Болды енді, мынау теңдеуді шеше саламын. 5М минус 300 болады, минус 3М, минуспен ол плюс 3М болып шығып кетеді. Тең 220. Осы жерден 5М-ге 3М-ді қосса 8М, тең болады 300-ға қосылып кетеді 520, М тең болады 65. Жауап А нұсқасы. 520-ны 8-ге бөліп көресіңдер ғой нерде. 65 шығып тұр. Калькуляторды берген жақсы болды, негізші. Рахат айшын. Қайрат Арманнан 5 метр, Дастаннан 3 метр қашықтықта тұр. Арман мен Дастанның ең қысқара қашықтығын табыңыз дейді. Қайрат, Арман, Дастан. Қайрат, Арман, Дастан. Бұлар Қайрат, Арман, Дастан болып тұруы мүмкін, или Қайрат, Дастан, Арман болып тұруы мүмкін, или Дастан, Арман, Қайрат болып тұруы мүмкін, Дастан, Қайрат, Арман болып тұруы мүмкін, и Қайрат, Арман, Дастан, Қайрат болып тұруы мүмкін, Арман, Қайрат, Дастан болып тұруы мүмкін. Енді айтады, Қайрат Арманнан 5 метр дейді. 5 метр дейді. Дастаннан 3 метр. Уже мынау болмайды, уже наяғы 5 метр болса, наяғы 3 метр болып кетеді. Наяғың бәрі 3 метр болып кетемейді. Мынау жауапты тастаймыз. Келмейді да бізге. Қайрат Арманнан 5 метр. Қайрат Арманнан 5 метр. О, мына жер 5 екен. Дастаннан 3 метр дейді. Дастаннан 3 метр. Мына жер 3 метр. Арман мен Дастанның ең қысқа дейді. Мына жер 2 метр болып тұр. 2 метр. Бірақ бұл ең қысқасы ма, қысқасы емес пе білмейміз. Қазір 2 метр деген жауапты белгілеуге дайындалып тұра берейік. Бірақ қалған төртеуін тексеруіміз керек. Енді қараңдар, Дастан мен Арманның арасы Қайрат Арманнан 5 метр, наяқ 5 метр. Дастаннан мынау да келмей қалды. Қайрат пен Арманның арасы 5 метр, мынау да келмей қалды. Қайрат пен Арманның арасы 5 метр. Міне Дастаннан 3 метр. 3 метр, наяқ 2 метр. Арман мен Дастан, мынау да 2 шығып тұр. Енді просто наяқ өзгере салған ғой. Қайрат Арманнан 5 метр, Дастаннан 3 метр. Арман мен Дастанның наяғы 8 метр болып кетті. Егер наяқта ең ұзын дейтін болса, балалар 8-ді белгілейсіңдер, түсіндіңдер ма? Қысқа дейтін болса 2-ні белгілейсіңдер. Ертең сендерге ұзын деп келесіз, 2-ні белгілеп қадалып отпаңдар, жақсы ма? Ол кезде 8-ді белгілейсіңдер. Жауап нұсқасы біздің жағдайымызда. Кубтың жазбасы берілген, кестедегі мәліметтерді салыстырыңыз дейді. Куб дегенде балалар бұл андай коробка ғой, түсінесіңдер. Куб деген кубик рубик бар ғой, білесіңдер ма? Сол ғой, алты жағы болады, төбесі асты, оң жақ, сол жақ, алды арты. Вот сол мынау. Просто жайып салған ғой, мынаны бүйтіп ашқанда бүйтіп коробканы ашамыз ғой, бүйтіп ше мынау. Мороженныйдың коробкасын ашатын кезде соны бүйтіп жайып тастайды ғой. Мынау төбесі балалар мынау. Түсінесіңдер ма? Ең төбесі. Мынау бүйтіп кеп жабылады, мынау бүйтіп кеп мынаған жабылады. Түсінесіңдер ма? Алты мына бірдің төбесіне келеді.
4 мына жерге тұрып тұрады, мына жерге бүйтіп тұрып тұрады ол. 2 мына жерге бүйтіп тұрып тұрады. 3 мына жаққа бүйтіп тұрып тұрады. 5 мына жаққа бүйтіп тұрып тұрады. Түсініп отырсыңдар ма? 6 үстіне келіп жабылады. 4 те мына жаққа келіп тұрып тұрады. Түсіндіңдер деп ойлаймын. Елестетіңдерші просто. Мынау жайылып жатқан коробкаларынан енді сен квадрат жасауың керек. Значит, квадраттың асты мынау 1 болады, міне асты болады. Сөйтіп мынандай бір квадрат шығады міне. Міне. Мына төбесі 1 болады. 1. Асты бұның так. Асты бұның болады жаңағы өтірік айтам. Төбесі 6 болады. Асты 1 болады. Мынау 3 арт жағы болады. Одан кейін мынау өшіп қалыпты қазір. Өзім көрмей қалдым ғой. 3 арт жағы болады. Алды жағы енді 5 болады. Оң жағы 6 болады. Сол жағы 2 болады. Түсіндіңдер ма? 1 деген асты, 6 деген үсті болады. Осындай жиналады квадрат болып. Енді қараңдар, x санына қарама-қарсы жағындағы сан, x санына қарама-қарсы 6 болады. Ой, қате 4 болады деген, ерде 4 болады. X санына қарама-қарсы 4 болады. 4 ол 3 санына қарама-қарсы жағындағы сан, ол 3-ке қарама-қарсы ол 5. Сонда біздің b-мыз a-дан үлкен екен. Жауап v нұсқасы. Елестетіңдер мынаны просто. Бір қорапқа салынған 600 бұйымның 2 данасында техникалық ақауы бар болып, жарамсыз болып шығады. Кәсіпорын осындай 12 қорап сатып алды. Сатып алынған қораптарды жарамсыз бұйымның санын анықтаңыз. Қораптардағы дейді. Қараңдар, бір қорапқа 600 бұйым салынады екен. Сол 600 бұйымның бізде екеуі жарамсыз, түсіндіңдер ма? Енді сондай 12 қорап бар бізде, 12 көбейтілген 600. Соның қаншасы жарамсыз дейді да бізде ше? Қанша ол жарамсыз дейді? Пропорция науда? Пропорцияның есебі қарапайым. Сонда x-іміз тең болады 2 көбейтілген 12 көбейтілген 600 бөлінген 600. 600 бен 600 қысқарасылады, 2-ке 12 көбейтсең 24, ең нұсқасы. Просто ойлаңдар. 600 бұйымның екеуі жарамсыз болады, түсінесіңдер ма? Қараңдаршы. Қорап мынау. Қорап. Мынандай қорап, примерно осындай салайыншы. Осының екеуі жарамсыз шығады да, наданша? Или былай түсіндірейін. Сондай бізде 12 қорап бар. Сонда 12 қораптың әрқайсысынан екеуі жарамсыз болған кезде 24-ті жарамсыз болады. Осылай да шығарасызса болады енді. Разница жоқ. 18-ші есеп 0-ден 9-ға дейінгі 0 мен 9-ды қоса алғанда цифрларды қолданып, цифрлар қайталанбайтын неше 3 таңбалы сандарды құрастыруға болатынын табыңыз дейді. Ойланамыз, қараңдар. 3 таңбалы деді ма, мен 3 ящик сақып қоямын. 3 ящик сақып қоямын. Мына ящикке мен қанша сан қоя аламын? Мен 10 сан қоя аламын, 0-ден бастап 9-ға дейін. 0 мен 9-ның арасында қанша сан бар десе, 9 сан дейді. Ондай емес, 10 сан. 0-ден бастап санайсың. 10 санды қоя аламын. Мына жерге, допустим, 7-ні қойдым. Одан 7-ні енді айтты ғой бізде, қайталанбайтындай деді. 7-ні қоямаймын мына жаққа. Мына жаққа мен 9 сан қоя аламын. Мысалы 6-ны қойдым делік. Одан енді мен мына жаққа 8 сан қоя аламын. Бірақ мен мына жаққа 0-ді қойсам, ол кемейді бізде, түсініп отырсыңдар ма? Мынаны бір есептеп алайын, тас көбейтіп. Одан 0-ді қойған кездегі жағдайларды осыдан азайтам. Мысалы 0,67 деп жазамайсың ғой сен, 3 таңбалы емес қол. 0,72, 0,71, оның бәрін азайтып тастаймын. Ол жағдайды бөлек есептейміз, түсінікті? Мынаны есептеп алайық. 8 жерде 9, 72, 720 болады. Енді 0-ді қоятын болсаң, қараңдар. Мына жаққа 0-ді қойған кезде қанша жағдай болады екен? 0-ді қоясың, мына жаққа сен мына ящикке мен 0-ді қоя алмаймын, өйткені мынау қайталанып кетеді. Сол үшін мен мына жаққа 9 сан қоя аламын. 1-ден бастап қоямын ғой. Ал мына жаққа 8 сан қоя аламын. Сол кезде 8 жердегі 9-ым 72 болады балалар. Сонда 720-дан мен 72-ні азайтып тастаған кезде, 720-дан 72-ні азайтып тастаған кезде, калькуляторға рұқсат берді. Любойын калькулятормен шығарасың ғой, қазір вообще есептемейсің ғой. Қазақстанның нөмір 1-ші математика, әлемдегі топ 10-ға кіретін математик Асқар Жұмаділдаев осыдан 2 жыл бұрын айтқан, осы ментальды арифметика деген пәнді түсінбеймін. Неге? Қазір калькулятор деген нәрсе шықты. Неге сол калькуляторға рұқсат бермейді? Неге калькуляторды біз қинай береміз? Неге адамдар бір-бірін сандарды көбейтіп әлі миларын ашып жүр дейді? Шынында да ғой. Сандарды көбейткеннен мықты болып кетпейсің. Просто жолын білу керек. Ұлттық тестілеу орталығының директоры Дидар Смағұловқа мыңда бір рахмет осы мүмкіндікті бергеніне сендерге. Диаграммада сыныптағы оқушылардың би үйірмесіне, ән үйірмесіне 2 үйірмеге де қатысатын оқушылар саны кескінделген. Сыныпта тек қана би үйірмесіне қатысатын оқушылардың санын табыңыз дейді. Қараңдар.
биге 25 қатысады, әнге 15 қатысады, екі үйірмеге де 5 қатысады. Қараңдар, мынандай нәрсе ғой бұл. Екі үйірмеге де қатысып жүрген 5 адам, бұл мынау би үйірмесіне қатысатын 25 адамның ішінде саналды, түсіндіңдер ма? Мынаның ішінде де саналды, 15 адам ішінде. Бірақ бұлар негізі екі үйірмеге де қатысатынға да саналып жүр. Сонда тек қана би үйірмесіне қатысатындарды табу үшін мынау 25-тен би үйірмесінің общий санынан екі үйірмеге де қатысып жүргендердің санын азайтасың, сонда жауап 20 болады. Д нұсқасы. Соңғы есебімізге де келіп жеттік. Жаңағы инстаграмға жазылып қойыңдар, осы каналға жазылып қойыңдар, колокольчик басып қойыңдар, келесі видеоларды бірінші болып көресіңдер. Фигураның неше проценті боялғанын табыңыз дейді. Мынау бізде үшбұрыштар бірдей барлығы. Соны санай салайық. Боялмағандар біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Боялғандар біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Сонда 50% боялған. Жартысы ғой, ең нұсқасы. Осымен балалар, біз математикалық сауаттылықты талдап аяқтадық. Енді талдау ұнаса лайкты басыңдар, аямаңдар, достарыңа таратыңдар. Жақсы күндерде жолыққанша, амандықта, саулықта, есендікте, барлықта жүздескенше. Есептерді көрдіңдер, оңай, қиын ештемесі жоқ. Қорықпаңдар, ұбт бұл өмірдің соңы емес балалар. Ешқандай да жаңағы ұбттан құлап қалсам мен адам болмай кетемін, мен ұбт деген өмірімді, тағдырымды шешеді деген ойдан аулақ болыңдар. Бұл ұбт деген жай ғана бір сынақ, жай ғана бір белес. Бұны мыңдаған адам тапсырды. Қазір оны сәтті тапсырған адамдардың кейбіреулері қиналып жүр өмірде. Оны жақсы тапсырғандардың, мықты 125 балағандардың, 120 балағандардың өздері кезінде қазір қиналып жүруі мүмкін. Сондықтан да бұл ұбт барлығын шешеді деген ол дұрыс емес. Бұл ұбт біреуге енді көп дайындалған шығарсың, бірақ бұйырған кетпес, қуған жетпес дейді. Біз әрекетімізді қылдық, нәтиже Құдайдан, Алладан, иә. Ендеше сабағымыз аяқта. Келесі кездескенше аман сау болайық. Келесі кездескенше аман сау болайық. Келесі кездескенше аман сау. Давай, в общем.